Ассалаумағалейкум автосүйер ағайын. Бүгінгі шығарылымда біз Volkswagen Golf'тың 5-ші сериясы туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Жалпы Қазақстанда бұл көлікке онша сұраныс жоқ. Неге екенін түсінбеймін. Плюстері де бар шығар. Бүгінгі шығарылымда біз осы мәшіне туралы айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Volkswagen Golf 5 шанағында өзгеріске ұшыраған көлік кішкене жалпақтау болған, яғни жастардың стиліне көбірек келетін секілді. Енді 3 пен 4-ке қараған кезде. Менің ойымша дизайнерлер осы тұрғыда кішкене ұтқан секілді. Оның үстіне мына көлікте 17-ші дюймдық дискілер тұр. Оның өзі көліктің жақсы көрінуіне септеседі. Қозғалтқышына көшейік. Дәл мына көлікте 1,6 литрлік мотор тұр, 102 аттың күші. 102 аттың күші енді дәл осы шанақты сүйреуге сәл әлсіздеу. Неге десеңіздер, қалада кішкене жүрісі қиындау, өйткені шанақтың салмағы ауыр. Осы тұста айта кетейін, Golf 5-терге 1,4, 1,6, 1,6 DSI, 1,9 дизельдік және 2 литрлі қозғалтқыштар салынды. Көбісі DCI деген моторларды мақтамайды, өйткені егер сынатын болса, жөнде өте қиын екен. Егер қозғалтқыштың өзін толығымен сатып алатын болсаңыз, көліктің жарты бағасы шығады екен. Сондықтан да осы 1,6 литрлі қарапайым моторды тұрған көлікті алған абзал. Енді дәл осы көлікте 1,5 жыл болған иесінің алғанына. Осы уақыт аралығында айтарлықтай проблема туғызбаған. Тек бір қызығы антифриз жейді екен. Яғни астының барлығы құрғақ, бірақ 1,5-2 ай сайын антифриз мынада бачокта азайып кетеді екен. Сондықтан да құйып тұрам дейді. Енді осы 1,5 жыл ішінде мынаны ашып көрсетейін. Антифриздің моторға кететін жағында мына жерде бір ұзын шланг болады. Бұлай Г-образный шланг болады. Сол шлангтың сальнигі болады екен, жіңішке ғана резинкесі. Сол резинкасы қателеспесем 2 рет ауысқан. Бұл шлангтегі жаңа сальникті ауыстырудың өзі шамамен 1 күн уақыт алады екен, өйткені катушкалар алынады. Мына жақтағы толық жаңағы резинкелік шлангілер болады ғой, антифриздың. Соның барлығын шешіп алу керек. Содан кейін ғана барып жаңағы кішкентай 150 теңге тұратын сальникті ауыстыра аласыз. Оның өзі енді бұл жерде енді Toyota сияқты, жалпы енді жапондық көліктер сияқты барлығы оңай емес, әрине. Кішкене бас ауыртарлықтай бар. Қалған жерлерінде тағы да айтам, майын уақытылы ауыстырып тұрса, ұзақ уақыт жүреді. Оның үстіне дәл осы 1,6 литрлі қозғалтқышты 80-ші жылдан бері Volkswagen салып келе жатыр. Тек жетіспеген жерлерін заман талабына сай құрастырып, толықтырып келе жатыр. Сондықтан да осы моторды көбісі мақтайды. Басқа жерінде айтарлықтай ешқандай проблема жоқ. Енді бұл машиненің трансмиссиясына келетін болсақ, біздің Қазақстандағы жолға өте төзімді. Енді жаңа айтып өттім ғой, 1,5 жыл болған алғанына. Осы уақыт аралығында алдыңғы оң жақ гранатаның пыльнегі, резинкесі, және де бір сергасын ауыстырды. Басқа жеріне әлі қол үшін тигізбеген. Енді жаздың күні бұл көлікке мына дисктер салынады екен, 17-ші, қыстың күні 15-ші дөңгелекпен жүреді. Яғни осыдан байқауға болады, трансмиссиясы біздің Қазақстандағы жолға өте төзімді. Басқа айтарлықтай жоқ. Ендеше жүк салғышына өтейік.
Жүк салғышы енді C классындағы автокөлікке стандартты 350 литрлік. Енді сәйкесінше хеджбек болғаннан кейін орындықтарды ары қарай жантаяды. Жүк салғышы өте қатты дәуір емес, және де өте қатты кішкентай емес, бірақ дыбыс изоляциясы мұнда жақсы. Golf 5-ті барлығы мақтағанымен осы алғашқыларында бір минус жіберіп алған екен немістер. Ол мына есіктің бұрышы, яғни қыстың күні қар жауады, кешке жақын үйге келіп тоқтаған кезде ол ері беріп, осында келіп қатады екен. Қатқаннан кейін сәйкесінше сіз таңертең келіп есікті білмейсіз ғой. Ашасыз, ашқан кезде жаңа ішіндегі мұзы ермейді да есіктің бұрышын майыстырады. Содан кейін немістер не істеді? Осы жаңағындай барлық гольф айдайтындардың көбісі осыған шағым сүре бастаған. Сол шағымнан кейін мына бұрышқа пенопласт қоя бастады. Салонына келетін болсақ, салон енді таза немістердің салоны, материалы өте сапалы және де оңайлықпен сырылмайды. Сондықтан бір қоса кететін тағы да бір плюсы, дыбыс изоляциясы бұл көлікте өте жақсы. Жалпы енді немістерде өзі дыбыс изоляцияға аса бір мән береді. Сондықтан да мына көлікте дыбыс изоляциясына 5 деген баға қоюға болады. Содан кейін тағы да бір маңызды жері қорабы. Дәл осы мәшинеде 6 сатылы автоматты қорап енгізілген. Бұл қарапайым қорап. Сонымен қатар дәл осындай DSG деген қораптар болады. Енді механикалық қораптар. Жалпы енді осы 3 түрлі ғой, сондықтан да DSG-ға жоламау керек, өйткені ол істен шығатын болса, қымбатқа түсіз қалтаңызды қағуы мүмкін. Сондықтан да қарапайым 6 сатылы гидравликалық автомат дейді бұны. Осындай қорап алу керек. Және де бұл қорап 6 сатылы, бірақ қадамдары өте жақын. Мәселен, қалада жүрген кезде тез ауыса бастайды. Сәйкесінше бензинді де аз тұтынуға мүмкіндік береді деп ойлаған шығар немістер. Алайда ол олай емес, дәл мына көлік қалада 9,5-10 литр бензинді тұтынады. Ал алыс жолда 7,5, кондермен 7,5. Кондер демекші айтпақшы, бұл жерде екі аймақты климат бақылау енгізілген. Мына көлікте енді ең бейшара комплектациясы шығар. Бірақ соның өзінде екі аймақты климат бақылау ол өте жақсы. Кондері керемет істейді. Енді C классындағы мәшине болғаннан кейін бұл жерде енді тар деп шағымдануға келмейді. Соның өзінде енді артында екі адам жақсы отырады. Сондан кейін тағы да бір қоса кететін жайт, жаңа ең бейшара комплектация дедім ғой. Бұл көлікте артында динамика жоқ. Яғни тек алдындағы екі динамикасы жұмыс істейді. Өлеңді, әнді со жақтан тыңдай аласыздар. Не үшін орнатпағанын түсінбедім. Мүмкін ол жаңағы комплектацияға байланысты шығар. Енді салонына басқа шағым жоқ. Хабар соңында түйін. Көлік, шынын айту керек, қалада өте ауыр жүреді. Бұл жерде енді қозғалтқыштың әлсіздігі ме, әлде шанақтың ауырлығы ма, оны түсінбедім. Немістер бір-біріне сәйкестендірмей жасаған ау. Екіншіден, саймандары басқаларына қарағанда қымбат. Мысалға, жапондық осы C классындағы көліктерден қарағанда енді кішкене қымбатырақ жүреді. Ал енді жақсы жағы, көлік кез келген сайманы өте төзімді, трансмиссиясы, қозғалтқышы, жалпы ішіндегі салонның материалдары сапалы. Сапа жағынан кез келген ресейлік жаңа көліктерді бұл басып озады. Ең бір жақсы жағы сол деп айтса болады. Сондықтан да менің ойымша енді бұл көліктен қорықпау керек. Тек сатып алар кезде жаңағындай DSG қорабынан, жаңа DF TSI моторлардан қорғану керек. Барлығы қарапайым болса, онда еш қорықпастан көлікті ала беруге болады. Сондықтан да
Бүгінгі біздің хабарымыз енді осы Volkswagen Golf 5 туралы болатын. Енді біздің арнаға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бас бармақпен бағаларыңызды беріңіздер.